Сәлем достар, менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видео влог. Мен бүгінгі влогымды таңғы 7-ден 9-ға кеткенде бастап жатырмын. Біз қазір мектепке келдік. Және бізде керек мына кабинет. Бірақ есігі жабық. Бізді 7:30-ға шақырды, бірақ 7-ден 43 кетті. Бірақ әлі апайлардың өздері жоқ. Баймын ғой мен. Шамда түрлері де әртүрлі көлемі жағынан, мысалы, иен далаға шыққанда, яғни айдала жаз. Бірінші орын нөмір 28-ші орта мектеп. Достар, мінеке мен үйге келдім. Және қазір сағат түнгі, точнее кешкі 8 болды. Және қазір мен сабақ істеуге отырдым. Яғни мен қазір тек физика мен биология оқимын. Оған оқу үшін маған өте көп теңіздей сабыр қажет. Себебі мен оларды биологияны түсінедім, бірақ физиканы жоқ. Короче, бүгін сендерге менен не болған жайлы айтайын. Бүгін мен және мен сынымдағы бір бала, 11-ші сыныптан 2 қыз, және 10-ші сыныптан бір бала болып, біз басқа мектепке, яғни нөмір 3-ші мектепке жарысқа барған болатынбыз, географиядан. Яғни оның басты мақсаты біз тауға шыққанда, яғни орманға барғанда, короче, сондай жерлерде жаңағы туристердің істейтін техника безопасности, гидрология, сондай минералогия, химиялық құрылыс, сондай заттарын айттық, және біз бірінші орын алдық. Мысалы, мен почти сабақ оқып болдым, және тек физика, биологияны ғана жартысын оқыдым, және біз мана сушиға заказ берген болатынбыз, яғни роллдарға. Енді сол заказымызды күтіп отырдық, 1 сағаттай болып қалды. Анау не деп сұрасаңыздар, бұл әрине көріп тұрғандарыңызға иыққа қоятын, яғни біз бұны алдында Миннесодан алған болатынбыз. Бұл өте жұмсақ және жатқан кезде өте ыңғайлы. Негізі бұны самолетқа, пойызға, машинаға мінген кезде, ал мен оны былай да қолдана беремін. Достар, міне жап-жаңа ғана біздің заказымыз келді. Мынау осенний балдың көйлегі өте әдемі. Сабақтан шықтым, және сабақ бітті. Мен қазір үйге бара жатырмын. Және біздің мектепте барлығы күзгі методқа дайындалды бәрі. Мен осы наушнигімді кір машинаның ішіне жуып жіберіппін, яғни мен спортивкам қалтасында менің осы наушнигім кетіп қалған. Бірақ ол дауыс естіледі, бірақ микрофон жасай ма білмеймін. Бірақ жасап тұрған шығар. Және қазір мен ағылшынға баратым, қосымшама қазір сағат 2:38 кетті, ал енді мен қазір остановкаға баратырмын, автобусқа мінемін де ары қарай сол ағылшынға барамын. Және ағылшыннан кейін біз дәрік ақтауға маған куртка алуға барамыз. Яғни бүгінгі күнде сіздер барлығына менімен бірге боласыздар. Автобустан түстім, енді ағылшынға қарай бара жатырмын. Мен жақындап қалдым. Ағылшынға менде әлі 20 минут бар. Мен әлі ерте шықтым, алдын ала кішкене дайындалып алу үшін. Міне мен ағылшыным мына домда өтеді. Мына бірінші этажында. Қандай тапында? Мир заключается в том. What's your name? My name's Lucy. And what's your surname, Lucy? Moore. Can you spell? Мен мектептен жап-жаңа шықтым. Мен, знаете, осы тестте неше сағат отырмын? Қазір сағат 2:50 кетті. Ал мен мектепке 8:30-да келдім.
Ал енді өздеріңіз есептеп қараңыздар, менің бұл мектепте неше сағат отырып осы тестті жазғаным. Мен тестті жақсы жаздым деп ойлаймын, бірақ өте ең соңғы екінші турға келгенде өте аз жаздым. Себебі мен қолым ауырып, шаршап, және түнде өзім аз ұйықтаған болатынмын. Және енді бірінші күні қандай жауап шыққанын көретін боламыз. Сағат түнгі 11-ден 10 кетті. Мен ұйқыдан осыдан 3-4 сағат бұрын тұрдым. Себебі біз экзаменді, олимпиада болды, яғни олимпиада ағылшыннан мен бардым. Бізде 2 тур болды, яғни 1 тур, және бірінші тур және екінші тур. Біз екеуін де тапсырып тастадық. Енді мен соңғы турдың диалог пен монолог жазған кезде өтірік жазып жібердім, себебі уақыт мен қатты кеткім келді. Бірінші турда listening, writing и reading де тапсырдық. Барлығы жалпы оңай болды, тек қана жазу бәрін, оңай болғанмен, оны өздерінің арнайы правилаларымен жазу керек болды. Және содан қате кетті менде. Бірақ сосын екінші турда біз монолог пен диалог жаздық суретке қарап. Және наушник алдым тағы да. Бұны мен Миннесотадан алдым. Бұл менің алдындағы Алматыдан алған наушнигіммен бірдей, тек қана оның цветі басқа. Оның цветі мынандай серілау и кішкене қаралау. Бұл наушникті менде осы жылдағы бір 10-шы немесе 12-ші наушнигім шығар. Бұл сынып қалмасын деп үміттенеміз. Және қазір мен өзімнің алған курткамды көрсетейін. Мінекей менің алған курткам, қазір сендерге көрсетейін. Мінекей ол былай көрінеді. Достар, осылайша мен бүгінгі ұзақ, яғни мен үшін ұзақ влогымды аяқтайын. Өткені мен бұл влогты 4-ші күннен бастап түсіріп келе жатырмын. Әр қызықты моменттерін алып, негізі осы аптада қызықты моменттерін алып, әлі видеоны түсіріп келе жатырмын. Егер де саған осы видео қызық болса, сызықтың жоғары тұрған белгісін басып, менің арнама тіркелуді ұмытпай, колокольчикті басып кет. Және осы видеода жинай алмасақ та 100 лайкты жинап көрейік. 100 лайк жинасаңыздар, мен осы бірінші күннен бастап апталық влог түсіремін. Осы видеоны аяғына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.